Барлықтарыңа сәлем. Еркін еңбек курсына қош келдіңдер. Және бүгінгі біздің сабағымыз ол reported speech, яғни statements. Learn how to report statements using indirect speech to improve your English communication skills. Яғни бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз сіздердің ағылшын тілінде диалог құруларыңызға өте маңызды тақырыптардың бірі. Ең бірінші reported speech деген не? What is reported speech? Well, a report that what someone has said using indirect speech. Яғни басқа адамның айтқанын сен келесі адамға қайттан айтасың. Осы бізде reported speech. Яғни сен direct speech, саған тура айтқан нәрсені reported, яғни қайта айту арқылы басқа адамға жеткізесіз. Мысалы, she said that she was going to that store. Ол қыз маған сол магазинге барды деп айтты. Яғни мен басқа қыздың айтқанын келесі адамға айтып жатырмын. How to report statements. Оның структурасы бар. Reporting verb plus that. Ол міндетті емес, бірақ оны қоса аласыздар. Plus reported speech. Енді мысалы, he said he liked coffee. Негізінен маған, мысалы, Аман деген адам, Аман деген ол, I like coffee десе, мен келіп Аминаға келемін да. He said, яғни Аман said, he likes coffee деймін. Яғни мен Аманның айтқан сөзін Аминаға қайттан айтып жатырмын. Және осы бізде reported speech болып саналады. Мен I дегенді, Аманның I дегенін he дегенге ауыстырамын. Және said деп айтамын, яғни ол айтты деген сөз. Сосын like дегенді likes, яғни past simpleға ауыстырамын, өйткені ол оны уже айтып қойды. Одан кейін subject болып қала береді. Енді changes in reported speech. Pronouns. I am happy деген, he said that he was happy деп айтамыз. Tenses бізде I eat pizza дегеннен she said she ate pizza, яғни tense бізде present simple'дан past simpleға ауысады. Енді time expressions ол бізде ол да ауысатын заттардың бірі. Өйткені I will leave tomorrow деп маған біреу айтса, мен оны басқа адамға he said that he would leave the next day деп айтамын. Reporting verb examples. Көбінесе кездесетін verb-тар, яғни етістіктер ол say, tell, explain, ask, suggest, mention. Мысалы, бір адам маған I am tired, мен шаршадым десе, мен басқа адамға ол маған шаршадым деп айтты десем, ол ағылшынша she explains that she was tired деймін. Ол қыз маған шаршаған туралы түсіндірді. Енді практика. I am learning English, he says. Мен оны басқа адамға қалай айтамын? He said that he was learning English. Яғни мен he said-тен бастаймын да, ол айтты, that қосамын, he was learning English. Яғни мына жерде I am learning дегені he was learning дегенге ауыстырамын. Яғни present simple'дан past simpleға ауыстырамын. Өйткені ол маған уже айтып қойды өткен шақта. Келесі, we went to park yesterday, she told me. She told me дегеннен бастаймын. She told me that they went to the park yesterday. Яғни ол қыз маған кеше паркқа бардым деп айтты. Одан кейін, they will come tomorrow, she said. She said that they would come tomorrow. Яғни she said-тен бастаймын да, they өзгермейді, және де will деген would деген past simpleға ауысады да, come tomorrow қала береді. And I have finished my homework, John said. Бұны біз қалай ауыстырамыз? Яғни John said деген бастаймыз да, that қосамыз, одан кейін he had finished his homework. Яғни I деген heге ауыстырамыз, have дегенге біз өткен шаққа ауыстырамыз, яғни had finished my homework дегенде finished his homework деп айтамыз. Сондықтан бізде John said that he had finished his homework. Барлығы түсінікті және де өте оңай деп ойлаймын. Сондықтан біз summary жасап кетсек. Енді summary жасайтын болсақ, сіздерге менің кеңесім always report what someone says.
And you always need to change pronouns, tenses, and time expressions in order to report. And then when you can use common verbs like say, tell, and ask, and always practice and convert direct speech to reported speech. So thank you for your attention. It was the end of the presentation. So bye.